Бүгін осындай үндіктің етінен сочный мощный сорпасымен бешбармақ дайындайтын боламыз. Ал кеттік қазанға үндіктің етін, қазы, тағы жылқының еттерін салып, газге осылай қойып қойдым. Бұл негізі менің жолдасымның заказы болған. Осылай кешке күштілеп ет жейін деп тұрмыз. Қараңыздаршы, етін мол қылып салдым. Осылай қайнап шыққаннан кейін көбігін тез алып тастадым да картошкаларын салдым. Мен только картошка мен сәбізден басқа ешнәрсе қоспаймын. Біреулер болгарский де қосып жатады, ал сіздер не қосасыздар? Қараңыздаршы, сорпасы қалай қайнап жатыр, иә. Еттері піскен соң осылай сүзіп алып, уже қамырын салуға кірістім. Жалпы араларыңызда үндіктің етінен бешбармақ асып жейтіндер бар ма? Мен өзім өте қатты жақсы көремін. Сорпасының майы прям сап-сары болып, күшті болып шығады. Қараңыздаршы. Осылай қамырларымда пісіп шығып сүзіп алдым. Үстіне майын құйып, етін, картошкасын барлығын салдым. Менің бешбармағымды 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер, қалай шығыпты. Егер сіз үндіктің етін жақсы көретін болсаңыз, комментарий қалдыра кетіңіз.